Музыкаға ерекше көзқарас. Жаңа Майқұдық мәдениет үйінде дәуір вокалдық аспаптық ансамблі алғашқы есеп беру концерті өтті. Сахнадан авторлық композициялар мен қазақ эстрадасының танымал хиттері шырқалды. Дәуір вокалдық аспаптық ансамблі 3 жыл жұмыс істейді. Оны көзі көрмейтін шығармашыларда Мұрат Алтынбеков құрды. Мұрат үшін музыка жан жарасын емдеудің бір түрі және өмір сүруге деген құштарлық тетігіндей. Наша задача петь в основном авторские песни. Біздің міндетіміз негізінен тек авторлық әндерді орындау. Біз басқа әртістердің репертуарын айтқымыз келмейді. Көрермендерге өз музыкамызды ұсынғымыз келеді. Әрине, музыка менің өмірімде үлкен рөл атқарады. Оның арқасында мен депрессиядан шықтым. Бұл қиын кезең болды. Мен көруден қалдым. Осы концерттен кейін біз альбомдармен әрі қарай жұмыс істеуді және жаңа әндер жазуды жоспарлап отырмыз. Болашақ тыңдаушыларды өз шығармашылығымызбен қуантуға тырысамыз. Біздің музыкамыз өз тыңдаушысын табады деп үміттенемін. Мұрат 8 жасынан бастап музыкамен айналысады. Көптеген музыкалық аспаптарда ойнайды және өзінің жеке ұжымын құруды көптен армандаған. Мұраттың айтуынша ол тек музыка жазады, бірақ қандай да бір түрде әндерге сөздерді жаза алмайды. Қазіргі уақытта ансамбльге ұжымға қосылуға дайын шығармашылық адам қажет. Дәуір ансамблінің байланыс деректерін жаңа Майқұдық мәдениет сарайынан білуге болады. Надеюсь, что это будет продолжаться и в дальнейшем, потому что Ансамбль мұндай концерттерді алдағы уақытта да қояды деп үміттенемін. Себебі вокалды аспаптық ансамбльдер өкінішке орай біздің заманымызда өз өнерін сирек көрсетеді. Концерттерде қазір әртістер фонограмманы қолданады, ал бүгін барлығы жанды дауыста орындалды. Көптеген адамдар жанды дауыстағы концерттерге қызығушылық танытады. Музыкалық аспапты меңгеруге құштар жандар да көп. Біз барлық тілек білдірушілерге қуана көмектесеміз. Іс-шара молодежный және темір жолшылар мәдениет үйі әртістерімен бірлесіп өтті. Тегін өткен шығармашылық кеш көрерменге тартымды әсер сыйлады. Ақнұр Мырзатаева, Айша Усенбекова, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.